Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін люля кебаб деген дәмді әрі тойымды тағам дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм фарш, 250 грамм ұсақтап туралған пияз және біразғандай ас көк, дәміне қарай тұз, бұрыш, қалауыңыз бойынша паприка қажет. Фаршты ыдысымызға салып, оған пияз, ас көк, тұз, бұрыш, паприканы қосып, жақсылап араластырамыз. Етімізді міндетті түрде 10 минуттай, орысша айтқанда отбивать етіп, видеода көрсетілгендей лақтырып аламыз. Ол етіміз бытырап кетпеу үшін жасалады. Содан соң таяқшаларды дайындап аласыздар. Еттің бір кішкентай бөлігін алып, сопақтау пішінге келтіресіз. Енді етті таяқшаларға орналастырамыз. Ол үшін видеодағыдай таяқшаны еттің ортасынан өткізесіз. Содан соң ұзындау сопақтау пішінге келтіресіз. Енді кебаптың екінші жасалу түрін көрсетейін. Ол үшін жаңағыдай таяқшаны еттің ортасына өткізесіз. Ұзындау сопақтау пішінге келтіресіз. Содан кейін шетінен бастап осындай бөлшектерге қолыңызбен бөліп шығасыз. Саусақтарыңызбен қысып, арасын алшақтау қылып бөлесіз. Осылай барлық кебаптарды жасап болғаннан кейін, оларды 180-200 градуста қызып тұрған пешке 30 минуттай пісіріп аласыз. Люля кебаптары осындай өте дәмді және тойымды болып шығады. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмау үшін лайк басып, пікір қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.